Мен мектеп жанындағы интернаты бар жалпы орта білім беретін номер 6 мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 7-ші сынып оқушысы Қайырбек Мейрамбек. Табиғатты аяла форумының жасыл клуб номинациясы бойынша инновациялық экологиялық бизнес жобаларына бойынша өз жобамды ұсынамын. Менің жобамның тақырыбы эко-сөмке жобасы. Қазіргі таңдағы әлеуметтік және экологиялық мәселелерге тоқтала кетсек. Экологиялық ластану мәселелері, планетаның полиэтилен пакеттеріне ластануы, әлеуметтік мәселелер, жұмыспен қамтылмау. Жалпы осы эко-сөмке дегеніміз не? Эко-сөмке матадан, қағаздан, полиэфирден және тағы басқа берік материалдардан жасалған полиэтилен пакетін ауыстыруға арналған сөмке. Менің міндетім эко-сөмкелерді өндіру мен сатуды ұйымдастыру арқылы осындай өнімдерге деген сұранысты қанағаттандыру. Көптеген адамдарды эко-сөмкелерді сатып алуға ынталандыру. Пластикалық пакеттер мен табиғатқа келтірілген зиянды азайту. Бизнес модель. Негізгі ресурстар. Тігін жабдықтары, қызметкерлер, қарызды қаржыландыру. Арналар. Сауда орталықтарында тауарлар бар жарнамалық сөрелер, интернет сайт жәрмеңкелер. Негізгі әрекеттер. Жабдықты әзірлеу және таңдау, сөмке өндірісін зерттеу және қызметкерлерді оқыту, номенклатураны әзірлеу. Жалпы осы эко-сөмкені әзірлеуден бұрын оның бағасына және әлеуметтік әсеріне, өнімдеріне тоқтала кетсек. Бағасы эко-сөмкелердің эстетикалық сұлулығы, эко-сөмкелерді шығармашылық жетілдіру мүмкіндігі, пластикалық пакеттермен салыстырғанда эко-сөмкелердің тиімділігі, әлеуметтік әсер, экологияға жағымды әсер, әлеуметтік қорғалмаған азаматтардың жұмыспен қамтылуы. Өнімдер пайдаланылған баннерлерден, полиэстерден, қос жіптен және зығырдан жасалған эко-сөмкелер. Бизнес моделіне ол баннер осылайша көрсеткен және де полиэстерден жасалған сөмке. Тұрғындардан мен осы сауалнама алдым және 57 адамнан сұхбат алындым. Олардың ішінде мен қоршаған орта полиэстерден пакеттермен ластау мәселесі қызықтырады. Мен бір пакетті бірнеше рет қолданамын. 48,8% адам. Мені қоршаған ортаны полиэстерден пакеттермен ластану мәселесі қызықтырады. Мен оларды дүкенге және де басқа жерлерге барған кезде ол матадан және қағаздан және тағы басқа берік материалдардан жасалған сөмкелерді пайдаланамын. 16,2%. Мені қоршаған ортаны полиэтилен пакеттермен ластану мәселесі қызықтырмайды, бірақ та оларды қалай ауыстыру керектігін білмеймін. Егер де оларды сатса, мен алар едім. 28,4%. Мені қоршаған орта полиэтилен пакеттермен ластану мәселесі қызықтырмайды. 6,2% адам. Жалпы осы жобаны іске асыру кезеңдері. Біріншісі, бизнес жоспарды зерттеу және әзірлеу. Екінші, грант жобаларға арналған жобалар конкурсына қатысу. Бастапқы дайындық, жобаны іске қосу. Өз жобамды қорытындылай келе, мен эко-сөмкені фетр матасынан жасадым. Бұндай эко-сөмкелер бір шетінен экологиялық мәселені шешсе, екінші шетінен жұмыспен қамтылмау мәселесін шешеді. Жұмыссыз адамдар осындай эко-сөмкелерді жасау арқылы өздеріне бизнес жасауға болады. Менің ұсынып отырған жобам осы эко-сөмке жобасы.